Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. Бүгін біз 26-шы беттен бастаймыз және де 20-шы жаттығудан жалғастырамыз. Бұл жерде when I was little. Мен кішкентай болған кезде. Тыңдаймыз, жазамыз және де оқимыз мына текстті. Мен сендерге аударып беріп отырамын, сендер жазып аласыңдар. Мен кішкентай болған кезде өте тыңдамайтын бала болдым дейді, бірақ мен өте сүйкімді бала болдым. Мен аттракционға барған жақсы көретін едім, және де мен әке-шешеммен сол аттракционға бірге баратын едік. Менің ол жерде ойнайтын ойыным охо барабан деп аталады. Және де менің ең жақсы көретін жануарым менің досым әрі менің итім күшігім, оның аты Пегги деп аталады. Және де мына текстің астын қарасаңдар, балдар, төрт сөз тұр, сөйлем тұр. Соны біз аударамыз. Біріншісі жазып аламыз, балдар. Мен тыңдамайтын бала болдым. Тыңдамайтын болдым, Және де екіншісі мен өте көңілді болдым. Үшіншісі мен мороженыйды жақсы көрдім. Және де мен барабанды жақсы көрдім дейді. Ендеше екінші текстті оқимыз. Тоқтаңдар, Міне. Және де екінші текстті бізде айтады. Мен кішкентай болған кезде өте көңілді бала болдым дейді. Және де мен музейді жақсы көрдім дейді. Менің супер қаһарманым болды, Эйнштейн болды дейді. Мен өте мороженыйды жақсы көрдім дейді, тамақтарды жақсы көрдім дейді, киімдерді жақсы көрдім дейді, және де көк штанды жақсы көрдім дейді, шорты, Мен үнемі оны тағып жүремін, көк шортыды үнемі киіп жүремін дейді. Және де мына астындағы біз берілген А және Б қатарында тұрған екі сөйлемді таңдаймыз. Біріншісінде болады бізде тем белгіленіп тұр, Екіншісінде бізде роб болады. Роб болады. Және де тем болады. Болды, Біздің бірінші тапсырмамыз орындалды. Және біз 21-ші жаттығуды жалғастыратын боламыз. Бастаймыз, Over to you, read and complain деп тұр бізде. Өзің туралы шындықты айт, және жаз, және бос тұрған жерлерді біз толтыруымыз керек. Ендеше, мен кішкентай болған кезде біріншісінде бізде айтып тұр, менің ең сүйікті тамағым ол мороженый болған, Ендеше бізде болады, бізде жазамыз. Екіншісінде грей. Бесіншісінде бізде роман. Алтыншысында бізде dog. Жетіншісінде бізде my home. Сегізде бізде балдар, мен сендерге қысқаша түсіндіріп өтіп кетейін, және де менің бұл жерде 21-ші жаттығудың аудармасын айтып өтейін сендерге. Бұл жерде айтып тұр, мен біріншісінде жаздым. Read honest, менің ең ұнататын тағамдарым, және де тамақтардың ішінде, бұл болады бізде мороженый, Екіншісінде бізде менің ұнататын түсімнің бірі және де серый болған, серый түстес болған дейді. Және де менің ең сүйікті ойыншығым қуыршақ болған дейді.
төртіншісінде менің ең сүйікті киімім пижама болған дейді, иә. Бесіншісінде бізде менің ең сүйікті жақсы көретін супер қаһарманым железный человек, иә, былайша айтқанда. Алтыншыда менің ең жақсы көретін жануардан менде күшік болатын дейді, иә. Жетіншісінде бізде менің ең жақсы көретін үйім, ол менің үйім деген, иә. Ең жақсы көретін жері менің үйім, иә. Солай айтқан. Және де менің ең жақсы көретін ертегім ол Золушка, иә. Осы балдар, бүгінгі тақырыбымыз біздің аяқталды, түсінді деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз. Және де менен жаңа сабақтар күтіңіздер.